Үкіметтің бір жерін шұқығанда ғана олардың жұмыс жасайтынын білесіздер. Сол үшін үлкен өтініш. Су тасқыны жайлы видео көретін болсаңыздар, максималды түрде комментарий жазып, лайк басып продвигайте. Халықтың назарын түгелдей осы жаққа аударуымыз керек. Бүгін Құлсары қаласы судың астында қалды. Түсіндіре кетейін, Құлсары қаласы бұл Ақтау және Атырау қаласы ортасында орналасқан елді мекен. Басқа жаққа қатынайтын тек қана бір-ақ жол бар, ол Ақтау және Атырау трассасы. Трасса жабылды. Опять же, ошибка акимата, халықты заранее эвакуацияламаған. Енді біз не Құлсарыға кіре алмай отырмыз, не халық шыға алмай отыр. Білетіндеріңіздей бізде вертолет жоқ. Білмейміз қалай көмек етеміз, қалай шығарып алатынымызды. Үлкен өтініш, басқа тіл білетін азаматтар ағылшынша, түрікше видео түсіріп, максималды түрде дабыл қақсаңыздар, шетелден көмек сұраймыздар. Білмеймін, үкіметке вообще қайыр жоқ сияқты. Если вы не понимаете всю серьезность ситуации, Батыс Қазақстанда өтетін 4-5 қаланы басып өтетін Жайық дейтін өзен бар. Жайық бізге Россиядан келеді. Жайықта үлкен Россияда дамбылар соғылған. Дамбыларда жаңа үлкен объемда су жиналған ғой. Суды дамбы көтермегендіктен олар дамбыны ашып жіберіп жатыр. Мына келіп жатқан су әлі басы ғана. Қашан деді? 13 сәуірде үлкен объемда су келеді. Ал бізде Қазақстанда Жайық өзенінің арнасы біраз жылдан бері бұдай су келмегендіктен бітеліп қалған. Сондықтан мына келіп жатқан су арнаға сыймай кетіп жайылып келіп жатыр, понимаете енді, иә? Сонда жан жағындағы елді мекеннің бәрін жайпап өтіп жатыр. Ал мына Жайық өзені тура Атыраудың ортасымен өтеді. Мына объемды су келетін болса, Атырауды полный шайып кетейін деп жатыр. Сондықтан бізге кішігірім мына жан-жақта, Жайықтың жан-жағында кішігірім елді мекеннің бәрін құтқару керек. Алдымен адамдарды, мал мүлік. Бүгінгі таңда 70 000 адам үйсіз, күйсіз, мүліксіз қалды. Тек қана 17 000 адам эвакуацияланған. Beep, 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 beep.